Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге аптаның қасиетті күні жұмаға деп арнап пісірілетін 7 шелпек рецебін ұсынамын. Видеомды соңына дейін көріп, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Апа-әжелеріміз үйреткен дәстүрді әлі де жалғастырудамыз. Жұмада оқылған Құранымыз қабыл болып, пісіріп таратқан 7 шелпегіміздің сауабы мол болсын. Шелпегімізді пісіруге қажет заттарымыз төменде описание бөлімде және де экранда жазып қалдырамын. Жылы сүт, тұз, қант және де жұмыртқа мен ұны қажет болады. Сүтімізді жылытып аламыз, артынан 1 қасық тұз, қантымызды және жұмыртқамызды салып, видеодағыдай қолымызбен араластырамыз. Қамырымыз жұмсақ болу үшін қатты езбейміз, біртіндеп отырып ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей шелпектің қамыры дайын болды. Ендігі шамамен 20 минутқа тындыруға қоямыз. Тынған қамыр жақсы жайылады, сондықтан да арасында бір рет қолмен илеп қойыңыздар. Мінекей қамырымыз тынды. Енді қажет бөліктерге пышақтың көмегімен бөліп, қолымызбен домалатып аламыз. Ендігі ұнды сеуіп отырып, оқтаудың көмегімен жаямыз жұқалап. Қамырдан жайған шелпектеріміз дайын болды. Ендігі майымызды қыздырып, қатты отта шамамен 1 минуттай пісіріп аламыз. Екі жағын айналдыра отырып. Шелпек, бауырсақ қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ретінде қалыптасқан. Айт мейрамдарында, наурызда да пісіріп жатамыз. Мінекей барлық шелпектерімізді осылай ыстық майға екі жағын пісіріп аламыз. Майы сорғу үшін қағаз сүлгілерін пайдаланамыз, яғни шелпектің астына қойып, кішкене сорғытамыз майларын. Мінекей қасиетті жұмаға деп әзірлеген шелпегіміз дайын болды. Жұмада оқылған Құранымыз, ниет еткен ниетіміз барлығы қабыл болсын. Сіздермен болған Айман, келесі кездескенше сау болыңыздар.